Баршаңызға сәлем. Сіздермен мен Бақдәулет және бүгінгі видео сабақта сіздермен бірге магистратураның ағылшын тілі бойынша жаңа сұрақтарды бірге талдап үйренетін боламыз. Бұл сұрақтар интернетте ешбір жерде жоқ. Экранда өздеріңіз көріп отырғандай сұрақтар. Бұл лексика грамматика бөлім бойынша 18 сұрақ беріледі видео сабақ барысында. Ол сұрақтардың барлығы магистратура тесті сұрақтарының форматында жасалынған. Сондықтан да дәл осы секілді сұрақтарды талдап, жаттап, дайындалып баруларыңыз қажет жалпы тестке. Жақсы. Алғаш рет егер мені көріп отырған көрермендерім болса, таныса отыралық. Менің есімім Әзімханов Бақдәулет. Экрандағы бірнеше университеттердің түлегі болып табыламын. Дәл қазір уақытта Хелибери Алматы мектебінде ағылшын тілі пәнінен мұғалім болып жұмыс жасаймын. Және ең бастысы, мен дәл қазір уақытта магистратураның ағылшын тілі бойынша эксперт маманымын. Алдыңғы жылы менің осы магистратураға дайындық онлайн курсым арқылы 3000-нан астам түлектер грант иегерлері атанды. Олардың көпшілігі бізде 40 балдан жоғары жинады. Алдымен сабаққа кіріспес бұрын сіздерге ескерту. Осы видеоның описаниесінде және бірінші комментарийда мен Telegram чатқа сілтеме қалдырып кететін болам. Telegram чатта сіздер спец бойынша дайындық чаттарына қосылып бірге дайындала аласыздар. Бұндай спец бойынша дайындық чаттар ешбір жерде жоқ. Және өздеріңіз секілді сол мамандыққа дайындалып жатырған өзге де тест тапсырушылармен бірге материалдар алмасып, материалдар тауып, ары қарай дайындықтарыңызды күшейте аласыздар. Жақсы. Олай болса, кәне кеттік сұрақтарға көшейік. Бірінші сұрақ. She has to buy for her new apartment. Жалпы, мұнда төрт нұсқа берілген. Furnitures, яғни S жалғап тұр. Енді furniture деген сөзге назар аударайық. Бұл жиһаз деген сөз. Және бұл жалпы сұрақта жиһаздар деген сөзді қою керек екен мына жерге. Өйткені ол жиһаздар сатып алу керек, өзінің жаңа пәтеріне деген сөз. Енді мұнда тәуелділік апострофы S-пен келетін дегеніміз, бұл қандай да бір заттың екінші нәрсеге тәуелді екенін көрсетеді. Бірақ бұл жерде жиһаздың қандай да бір адамға, не болмаса бір компанияға тәуелді екендігі айтылмағандықтан, мұнда апострофы бар нұсқаларды бірден сіз бастай аласыздар. Енді я В нұсқасы, не болмаса Д нұсқасы дұрыс болуы мүмкін. Жалпы я В Д қайсы дұрыс? Бұл жерде furniture сөзі я саналатын, не болмаса саналмайтын болу керек. Егер саналатын зат есім болса, онда оған S жалғайсыздар, иә? Ал саналмайтын зат есім болса, онда оған S жалғай алмаймыз. Ал ереже бойынша furniture деген сөз бұл саналмайтын зат есім. Сондықтан В нұсқасы бізде дұрыс болу керек. Енді furniture сөзі жиһаз деген сөз. Ол қалай саналмайтын зат есім болып кетеді деп ойлайсыздар, ағылшын тілінде? Жалпы ағылшындарда category words example деген сөз бар. Яғни категорияны мағынаны беретін зат есімдер. Мысалы, экранда қарасаңыздар, money деген сөз. Бұл ақша деген сөз. Жалпы money деген сөз өзі саналмайды. Бұл категорияны білдіреді. Ал осы категорияның ішіне кіретін сөздер бар, олар валюталар. Мысалы, теңге, pounds, dollars, rubles, euros, иә? Демек, валюталар санай аламыз, бірақ money деген сөздің өзін санай алмаймыз. Міне, көрдіңіздер ме? Себебі money деген сөз бұл категорияны білдіреді. Дәл сол секілді, furniture деген сөз жиһаз категорияны білдіреді, ал table, chair, shelf, sofa, bookcase бұл сол категорияның ішіне кіріп кететін сөздер. Tables деп айта аламыз, бірақ furnitures деп айта алмаймыз. Көрдіңіздер ме? Енді дәл қазір осы жерде ескертетін нәрсе, егер менің видеомды сіздер дәптер ручкасы көріп отырған болсаңыздар, ескерту. Міндетті түрде видеоны дәптер ручкамен бірге көріңіздер, себебі сабақ барысында мен өте көп грамматикалық тақырыптарды қозғайтын боламын. Жалпы бұл видеоны көрудегі сіздердің басты мақсаттарыңыз, мен жалпы өзім педагог бойынша айтайын, педагогикалық осы тәжірибеме сүйеніп, просто сұрақтарды жаттаудың ешқандай қажеттілігі жоқ. Сұрақтардың мағынасын түсінулеріңіз керек, ережені түсінулеріңіз керек. Себебі тестте дәл осы сұрақтарға ұқсас сұрақтар келіп қалса, онда сіздер ойланбай жауап беретін боласыздар. Оның үстіне жыл сайын база
полностью ауысып отырады. Сондықтан да сұрақтарды жаттап бару қателік. Сондықтан да жаттап емес, түсініп алыңыздар. Ал түсіну үшін міндетті түрде жазуларыңыз керек. Жақсы. Және саналатын және саналмайтын зат есімдер бұл магистратура тестінде міндетті түрде келетін тақырып болғандықтан сіздерге қосымша ақпарат бере кетейін деп шештім бұл жерде. Жалпы саналмайтын зат есімдерде тағы қандай зат есімдер жатады? Liquid дегеніміз бұл сұйықтық. Яғни сұйықтықтарды ағылшын тілінде санай алмаймыз, иә? Мысалы, сүт, milk, су, water. Сондай абстрактілі идеялар. Ондай қандай идеялар? Advice, кеңес, chaos, аласапыран, motivation, мотивация. Бұларға да, яғни S жалғауын не істейміз? Жалғай алмаймыз. Powder and grain. Яғни grain деген сөз жалпы ұсақ дән деген мағынаны береді сонда. Яғни ұнтақтар мен дәндерді біздер саналмайтын зат есімдердің қатарына жатқызамыз. Мысалы, rice дегеніміз бұл күріш, wheat, бидай, sand бұл құм, сондай-ақ mass nouns, жаңа айтып өткен категориядағы сөздер, мысалы furniture, не болмаса transportation, ары қарай natural phenomena, табиғи құбылыстары, мысалы күннің сәулесі, қар, жаңбыр, не болмаса ауа райы деген сөз. Бұларды саналмайтын зат есімдердің қатарына кіреді. States of being, яғни адам жағдайы, мысалы ол ұйықтап жатырған, не болмаса стресс, не болмаса оның балалық шағы. Feeling, адамның сезімдері, бұларды саналмайтын зат есімдердің қатарына жатқызамыз. Мысалы ашу, бақыт, энтузиазм, не болмаса қалай айтсақ болады, courage деген сөз адамның батылдығы. Және газ, әлбетте газ, мысалы оттегі, ауа деген секілді. Яғни бұлар көзге көрінбейтін газдар, бұларды да біздер саналмайтын зат есімдердің қатарына жатқызамыз. Бұл бір. Келесі, тағы да сондай-ақ саналмайтын зат есімдердің тізімдері бар. Тізімдермен жаттап алған, бұл вообще керемет. Сондықтан да олардың тізімін алу үшін PDF форматта жасалынған документті Telegram чаттан өздеріңізге жүктеп ала аласыздар. Ал Telegram чатқа мен сілтемені бірінші комментарийда осы видеода қалдырып кететін боламын. Екінші сұрақ. Lake Ladoga is the largest one in Europe. Мұнда екінші сұрақта сіздерден сұрап тұр. Яғни Lake Ladoga деген сөздің алдында артикль келеді ме, әлде мүлдем келмейді ме? Қандай артикль келуі мүмкін? Жалпы осыны білулеріңіз керек. Грамматика бойынша, яғни географиялық нысандардың алдында негізі the артиклі келетін жерлер болады, келмейтін жағдайлар болады. Жалпы мұнда келесі слайдта сіздермен бірге артикльдердің қолдану жағдайларын тоқталайық. Жалпы the артиклін қай кезде қолданбаймыз? Names of most countries, көп мемлекеттердің алдында the артиклін қолданбайсыздар. Яғни мемлекеттің атауы тек бір ғана сөз болса, мысалы Kazakhstan, India, Brazil, Canada деген сөз болса, онда the артиклін қолданбайсыздар. Ал одан бірнеше мемлекеттердің не болмаса бірнеше штаттардың жиынтығы болса, мемлекеттің атауы шамалы күрделірек болса, онда оның алдында the артиклін қолданасыздар. Мысалы the Netherlands, не болмаса the United States, the United Arab Emirates деген секілді. Екінші, names of cities, яғни қалалардың алдында да, елді мекендердің алдында the артиклін қолданбауларыңыз керек. Мысалы, Алматы деген сөз. Бұның алдында ешқашан the артиклін қолданбайсыздар. Өйткені ереже бойынша қаланың алдында артикль қойылмау керек. Одан кейін көшелердің атауларын алды. Мысалы, Al-Farabi Street деген секілді. Одан кейін names of lakes and bays дейді. Lake дегеніміз көл, bays дегеніміз бұл шығанақ. Яғни көлдер мен шығанақтардың алдында the артиклін қолданбайсыздар. Яғни бір ғана көл болса, ал бірнеше көлдердің жиынтығы болса, онда оның алдына the артиклін қолданып кетесіздер. Бұл да бір ереже. Names of mountains, таулардың атауында, мысалы бір ғана тау болса, Mount Everest, Mount Fuji, Mount Alatau деген секілді. Континенттердің құрлықтардың алдында Asia, Europe. Names of islands, яғни аралдың алдында, мысалы Easter Island, Maui, Madagascar деген секілді. Енді the артиклін қай кезде қолданады екенбіз? Өзендердің, rivers, oceans, мұхиттардың, seas, теңіздердің алдында қолданады екенсіздер.
Одан бөлек the артиклін глобустағы нүктелердің алдында экватор, солтүстік полюс деген секілді. Одан кейін географиялық мекендерде, мысалы the south east солтүстік солтүстік шығыс, не болмаса the Asia Pacific, Азия тынық дегендері, deserts, forests and gulfs, яғни desert дегеніміз бұл шөлдер, ормандардың, және gulf дегеніміз бұл да шығанақ деген сөз. Жалпы bay, gulf екеуі бір шығанақ. Просто екеуінің басты айырмашылығы географтар біледі, кейбір шығанақтар өте кең, ал кейбір шығанақтар былай тар. Сол тар шығанақтарды сіздер gulf деп атайсыздар, ал кең шығанақтарды bay деп айтуға болады. Жақсы, географияда сабақ болып кетті бұл жерде. Енді жаңа айтқандай, көлдердің алдында біздер не қоймаймыз? Артикль қоймағандықтан сын нұсқасы дұрыс болады екен екінші сұрақта. Жақсы. Үшінші сұрақ. Amanda's speech at the conference was, яғни Аманданың конференцияда айтқан сөзі қандай болды дейді? Inspiration, inspired, inspiring, не болмаса inspire. Дұрыс жауабы с inspiring бол керек. Енді неліктен бұл inspiring бол керек? Сіздермен бір келесі мысалды бір оқып соны зерттеп көрейік. The lesson is boring. Мұндағы сабақ ішпыстырарлық. That's why I am bored. Сол себептен де менің ішім пысып тұр. Демек, boring дегеніміз қай кезде ing жағылады? Қандай бір заттың, ситуацияның себеп қылып тудырып жатырған кезде, себебі мысалы мына жерде менің ішім пысуыма себеп болып жатырған нәрсе ол сабақтың бұл. Сондықтан сабақты boring деп сипаттай аламыз, ал менің эмоциямды, менің адамның сезімі, не болмаса сол себептің нәтижесінен туындаған осы сезімдерді ed арқылы сипаттауларыңыз керек. I am bored. Жалпы тағы бір лайфхак, негізі ed мен жалғанатын сын есімдер. Бұл көбінесе осы зат есімдердің, яғни тірі жандардың, адамдардың алдында қолданады. Ал кәдімгі табиғаттардың, не болмаса жаны жоқ нәрселерден кейін көбінесе ing жалғанады. Осыны естеріңізге сақтап алыңыздар, себебі тестте өте көп көмегін беруі мүмкін. Мына жерде Аманданың сөзі Аманда емес, сондықтан бұл зат, яғни жаны жоқ болғандықтан сразу ing қолданып тұрмыз деп осылай осы тесттің техникасын қолданып жауап берсеңіздер болады. Және бұл техниканы міндетті түрде дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. Жазбасаңыздар, ол ұмытылып кетеді. Кеттік. Енді мұндағы сұрақ. I am very exciting to see my sister. Мына сөйлем бізде дұрыс па? Қалай ойлайсыздар? Жалпы, бұл сөйлем бізде дұрыс емес. Өйткені бұл жаны бар зат есімі, әсіресе адамның сезімі туралы айтып тұрғандықтан I am very excited бол керек, ed бол керек. Сол кезде бұл сөйлем бізде дұрыс болады. Жақсы. Келесі төртінші сұрақ. If you don't have your charger with you, you can use. Мұнда қай сөз қолданылады? Us, our, we are, не болмаса ours. Тағы да лайфхак бұл жерде, әсіресе мынандай етістіктен кейін және сөйлем нүктемен аяқталып жатырса, бұл жерде көбінесе object pronoun, не болмаса possessive pronoun болуы мүмкін. Сондықтан да не болмаса de болуы мүмкін. Енді сөйлемнің мағынасына сәйкес, егер сенің зарядкаң жоқ болса, онда сен меніңкін қолдана аласың дейді. Яғни менікі деген мағынаны білдіретін бұл possessive pronoun. Possessive pronoun дегеніміз мына экранда өздеріңіз көріп отырғандай. Қараңыз. My shirt is green. Менің үстіндегі көйлегім жасыл дейтін болсаңыз, онда бұл көйлек менікі деп айтатын болсақ, the shirt is mine болады. Дәл жаңағы мұндағы ours дегеніміз біздіңкі, the bird is ours. Бұл құс біздікі. Көрдіңіздер, сөйлемнің соңында нүктемен аяқталып тұр. Сондықтан да дұрыс жауап ретінде сіздер д нұсқасын белгілеулеріңіз керек. Жалпы түсінікті болып жатыр деп ойлаймын.
оңай тілмен түсіндіріп жатқан шығар. Келесі. The new car costs dollars. Сан есіме. Жалпы олардың жаңа көлігі $25,000 тұрады. $25,000 есептік сан есімін қалай айтамыз? 25, иә? А бұл мүмкін, В бұл мүмкін. Д нұсқасына 25 деп айта алмаймыз. Бұл реттік сан есім. Және сан есімдердің алдында V артиклін қолданбаймыз. Я А не болмаса В бұл мүмкін. 25,000 or 25,000. Әлбетте 25,000 бұл керек. Ешқашан thousands деп айтпайсыздар. Сондықтан В нұсқасы бізде дұрыс жауап. Келесі, 6-шы сұрақ. She doesn't know what. Қайсы бұл мүмкін? To do, doing, do не болмаса is do. Бұл сұрақта what деген сөзге назар аударсақ, герундий мен инфинитивтің ережелері бар. Жалпы, what деген сөзден кейін, яғни what, тағы да бізде who, how деген секілді сұраулы мағынаны білдіретін сөздерден кейін міндетті түрде to plus verb 1 келу керек. Яғни to plus infinitive деген сөз. Ал to plus verb 1 ол мұнда to and do. Оттан А нұсқасы бізде дұрыс. She doesn't know what to do. 7-ші сұрақ. China is a perfect illustration developing countries. Так, ал енді бұл сұрақта неге назар аударамыз мұнда? Illustration деген сөзге. Ағылшын тілінде кейбір осы зат есімдерден кейін әбден орны қалыптасқан демеуліктер бар. Preposition демеуліктерді. Ол демеуліктерді жатқа білуіңіз керек. Сондай демеуліктердің бірі мұнда illustration деген сөз. Illustration бұны example деп те аударуға болады. Мысал ретінде, example деген illustration бұл мысал дейді. Демек, Қытай дамып жатырған ең керемет мемлекеттердің мысалы деп айтуға болады. Осылай аударуға болады. Енді example деген сөзден кейін міндетті түрде of демеулігі тіркеліп келу керек. Бұны жатқа білуіңіз керек. Бұл сіздердің сөздік қорларыңыз, яғни lexical resources анықтауға арналған сұрақ. Сондықтан да В нұсқасы сізде дұрыс. Сабақты жазып жатырған болсаңыздар, осы видеоны дәл қазір паузаға қойып, мұндағы noun plus prepositions осыларды өздеріңізге жазып алсаңыздар болады, не болмаса осына скриншотқа түсіріп алыңыздар. Мүмкін сіздерге осы секілді сөздер тестте келіп қалуы мүмкін. Жарай ма? Бұл бірінші noun plus preposition, және келесі noun plus preposition, мысал, қарайық. In қай кезде келуі мүмкін? Yeah? Difference in, не болмаса interest in, success in деген секілді. Жақсы? Өздеріңізге сақтап алдыңыздар деген ойдам. Келесі 8-ші сұрақ. Sati an argument with her boyfriend like this before. Бірден байқауға болады. Before деген сөз келіп тұр. Демек бұл бізде perfect жағы. Экранда көріп тұрсыздар. Қай жақ? Present perfect жағы бол керек. Сонда Sati perfect жағы, present perfect жағының жасалу жолы have, одан кейін has, сосын verb ed не болмаса verb 3 бол керек. Енді have has-тар белеміз. Has бар, has мұнда бар. Мына жерде was керек емес, мына жерде have has мүлдем жоқ. А не болмаса с бол керек. Енді мұндағы never деген секілді үстеуліктер бұл have, одан кейін бар never, одан кейін бар verb ed не болмаса verb 3. Осылардың ортасында келеді. Сондықтан да Sati has never had an argument, яғни сын нұсқасы дұрыс жауап болу керек. Кеттік. 9-ші сұрақ. When I was a child, I late for school. Енді, бұл сұрақ шамалы шатастыруы мүмкін сіздер тест барысында, өткені сіздер, мұнда had always been, ды нұсқасын белгілейік, потому что
бұл бірінші сөйлем. Past simple болса, онда екіншісі не болу керек? Past perfect болу керек деп бірден done белгілеуіміз мүмкін. Бірақ бұл қате. Неге? Өйткені жалпы мынандай ереже бар, қараңыздар. Past simple'дың қолдану жағдайы қандай? To describe, қай жерде бар? A series of completed actions in the past, және to express habits in the past, яғни өткен шақтағы адамның әдетін не болмаса жиі орындалатын іс-әрекетті жеткізу үшін қарапайым past simple қолданыларымыз керек. Мысалы, when I was a child, мен бала кезімде менде қандай әдет болды? Мен мектепке жиі кешігетінмін. Сондықтан да I was always late for school, яғни нұсқасы past simple бізде дұрыс болу керек. Кеттік. 10-шы сұрақ. At midnight tonight, we to my hometown. Midnight дегеніміз бүгін түннің ортасында дейді. Бүгінгі түнде. Не дейді? Hometown. Ал енді қараймыз, мұнда drive деген етсік бар. Drive бұл көлік айдау. Енді бұл болашақта нақты бір уақытта орындалып жатырған іс-әрекеттер жайында сұрап тұрғандықтан не болу керек? Future continuous жағы болу керек. Ал future continuous жағы бұл нұсқасы we will be driving to my hometown нұсқасы болу керек. Will drive просто present future simple, driving дегеніміз present continuous, will have driven бұл future perfect жағы. Жалпы етістіктердің шақтарына байланысты өздеріңіз көріп отырғандай өте көп сұрақтар келеді. Және оларды бір-бірінен тек ажыратып қана қоймай, солардың дұрыс жасалу жолдарында толық үйренулеріңіз керек. Ал егер осы етістіктің шақтарына байланысты қиналатын болсаңыздар, онда менің міндетті түрде онлайн дайындық курсыма келіңіздер. Онлайн дайындық курсында видео сабақтар бар, дәл осы секілді толық түсіндірген. Қай кезде қалай қолданамыз, оны жасалу жолы барлығын бірден түсініп аласыздар. Кеттік. 11-ші сұрақ. The issue for 4 years. Бірден кілт сөз, я? For 4 years. Яғни қандай да бір іс-әрекет не қылды? Ұзаққа созылды деген сөз. Ол бізде perfect continuous жағы, не болмаса қарапайым perfect жағы. Кеттік. But they haven't got any results. Ал нұсқасын көрейік. Was studied. Мынау просто өткен шақтың passive voice келмейді. В нұсқасы has been studied. Бұлай айта аламыз ба? Жоқ. The issue has been studied. Немесе the issue is being studied деп айтуымыз болады. Не болмаса the issue has been being studied болу керек. Сондықтан в нұсқасы келмейді. С нұсқасы has been studied. С нұсқасын дұрыс жауап ретінде алып қарастырамыз. Өйткені бұл present perfect жағының пассив формасы. Және was studying нұсқасы continuous жағы болмайды. Енді тағы да бір ескеретін жайт, менің осы YouTube каналымда осы passive voice-қа байланысты тегін сабақтар бар. Соларға да бір көздеріңізді жүгіртіп шығып қарасаңыздар болады. 12-ші сұрақ. Look at those clouds. You'd better at home. Жалпы дәл осы сұрақта көп оқушылар, көп студенттер жиі қателік жібереді. Бірден мұнда better деген сөз көреді де, ереже бойынша мынау сын есім ғой, онда to stay нұсқасын дұрыс жауап қылып берілейін дейді. Бірақ мұндағы апострофты ұмытып кетеді. Апострофпен әдейі сіздерге нені көрсетіп тұр? Бұның сын есім емес модальді етістік екенін көрсетіп тұр. Апострофпен берілетін бұл. The better дегеніміз бұл had better модаль етістігі. Had better модаль етістігі бұл жасауын керек, не болмаса жасағаның жөн деген мағынаны білдіреді. Мысалы, you had better wear warm clothes. Яғни сенің жылы киім кигенің жөн дейді. Яғни біреуге кеңес беру мақсатында қолданып тұр. Сондықтан да you had better stay at home. Демек, в нұсқасы бізде дұрыс жауап болады. Кеттік. 13-ші сұрақ. Students who live in a student's house have
for buses because it takes much time to get to the university. Бұл жерде have дегеннен кейін не келеді екен? To wait, waits, waiting, не болмаса wait. Жалпы бұл да өте оңай. I have дегеннен кейін to plus verb 1 келу керек. Не болмаса has дегеннен кейін to plus verb 1 келеді. Сонда дұрыс жауабы А нұсқасы have to wait болу керек. 14-ші сұрақ. The documents we returned the dictionary to the library. Ал бұл сұрақта екіге бөлек сөйлемді. Documents дейді. Документтерді бір нәрсе жасап болғаннан кейін біз мұндағы dictionary дегенбіз. Сөздікті кітапханаға қайтардық дейді. Демек, мына іс-әрекет бізде не болып тұр? Бірінші орында алып тұр. Өздеріңіз білетіндей, бірінші орында алған іс-әрекет бұл past perfect жағында болу керек. Ал past perfect жағында сөйлем басталу үшін оны сіздер келесідей having translated деп, яғни verb ing plus verb ed не болмаса verb стрей қылып бастай аласыздар. Яғни бұл жерде verb ing міндетті түрде having болады. То есть having plus verb ed verb three болу керек. Сонда having translated the documents, we returned the dictionary to the library деп айта аламыз. Translated, to translate бұлар мүлдем келмейді. 15-ші сұрақ. She has already taken the course. If she took the course now, she conditional, yeah? If деген келіп тұр, бірден егер деген мағына береді. Демек шартты сөйлем. Took дегеніміз бұл past simple. Қалай біліп тұрмыз? Өйткені take сөзінің екінші формасы бізде to кетістігі. Жақсы. Демек бірінші бөлім past simple болса, онда екінші бөлім бізде would plus verb 1 болу керек. Бұл second conditional. Second conditional қалай болады екен? Second conditionalдың жасалу жолы мына, иә? Осыған қайсы сәйкес келіп тұр? Would, так will емес, got gets жоқ, would тек в-да ғана бар екен, иә? Would get tired. Демек, в нұсқасы бізде дұрыс. Міне. Кеттік 16-ші сұрақ. I wish you so far away. Бұл да тесттің техникасы болады. Бұл да өте жиі келетін сұрақтардың бірі. I wish деген құрылымнан кейін етістіктің қай жағы келу керек? Жатқа білуіңіз керек. Past simple, өткен шақ. Past perfect, бұрынғы өткен шақ және would plus verb 1 болу керек. Сонда don't дегеніміз present simple, haven't дегеніміз бұл present perfect жағы, нұсқасында won't дегеніміз future simple, өткен шақта didn't live нұсқасы. Сондықтан нұсқасын дұрыс қылып белгілеуіңіз керек. Дәптеріңізді жазып қойсаңыздар болады. I wish және if only деген құрылымдардан кейін past simple, past perfect, would plus verb 1 келу керек. Кеттік. 17-ші. Предпоследний сұрақ. I to get a new computer by my parents last week. Қараңыздар. Last week деген сөз. Бұл өткен шақтың анықтауыш сөзі. Демек, бірден нұсқасы сызып тастайсыздар, өйткені бұл өткен шақта қолданылмайды ешқашан. Has been promised дегенді де сызып тастайсыздар, себебі мынау present perfect жағында қолданады. Has дегеніміз. Сонда я was не болмаса were. I were being promised деп айта алмайсыздар, өйткені I дегеннен кейін was келу керек, сонда дұрыс жауабы I was promised болады. Яғни маған ата-анам өткен аптада жаңа компьютер сатып алып беремін деп уәде берген дейді. Кеттік. Қараңыздар, тесттің техникасы осылай жұмыс жасайтын болсаңыздар, тестте еш қиналмайсыздар. 18-ші сұрақ. Find the participle one of the verb. Go. Participle one деген бар, және participle two деген бар. Participle one-да жасалу жолында ол verb ing. Етіске ing жалғанады. Participle one.
Ал participle to ол verb ed не болмаса verb 3. Сондықтан participle one сұрап тұрғандықтан в нұсқасы going дегенді дұрыс жауап ретінде белгілеріңіз керек. Жалпы дәл осы секілді нұсқаталы сабақтар мен жеңіл тілде түсіндірілген толық грамматикалық сабақтар менің осы магистратураға толық дайындық курсымда бар. Экранда өздеріңіз WhatsApp номерді көріп отырсыздар, қай номерге жазу керектігін. Магистратураның ағылшын тілі бойынша толық дайындық курсына кез келген уақытта жеңілдікпен жазылуларыңызға болады. Бұл видеоны сіздер бір жылдан кейін көріп отырсыздар ма, немесе бір күннен кейін көріп отырсыздар ма, әрдайым менің дайындық курсыма жазылу ашық. Сол себептен де дәл осы секілді сабақтарды, нұсқаталы сабақтарын алу үшін экрандағы WhatsApp номерге хабарласыңыздар. Ал дәл осы секілді тегін сабақтарды, яғни нұсқаталдау, оқылым, тыңдалым бөлім бойынша жаңа грамматика, не болмаса сөздерге байланысты сабақтарды жіберіп алмас үшін дәл осы YouTube каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Өйткені болашақта міндетті түрде осы ағылшын тіліне байланысты көп тегін материалдар менің каналымда шығатын болады. Жалпы соңына дейін көріп тыңдағандарыңыз үшін барлықтарыңызға көп рахмет. Келесі сабақтарда көріскенше сау болыңыздар.